Рахман әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Бір Алла, одан басқа Құдай жоқ. Ол хай, мәңгі тірі, қаюм, еш нәрсеге арқа сүйемей күллі болмысты бір өзі тіреп меңгеріп тұрушы. Ол әсте қалғымайды. Оны ғапылдық та, ұйқы да баспайды. Күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі барлық нәрсе бір өзіне тиесілі. Оның дәргейінде рұқсатсыз біреу үшін шапағат етіп, ара түсе алатын кім бар? Ол күллі жаратылыстың алдындағы болашағын да, артындағы өткенін де толық әрі жақсы біледі. Ал олар болса, оның шексіз ілімінен еш нәрсені толық ұға да, меңгере де алмайды. Тек өз қалауымен ұғындырып, үйреткен нәрсесі болса, оның жөні басқа. Оның шексіз билігінің көрінісі болған, күрсісі, күллі аспан әлемі мен жерді қызғыштай қорып, сақтап тұру ол үшін түк те қиын емес. Ол әли, бәрінен биік, асқақ, азим, бәрінен ұлы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.